Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағымыздың тақырыбы түскі тамақ Ертай Ашықбаев. Бүгінгі сабақта пайдалы зиянды тағам түрлерімен танысасың. Өлеңдегі негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді тауып айтасың. Тағам түрлеріне зер сал. Осы тағамдарды берілген нақыл сөздерге қарай топтастырамыз. Таңғы асты тастама. Таңғы асты міндетті түрде ішуіміз керек. Таңғы ас өте пайдалы. Таңғы асқа дәрумендерге бай тағамдарды жеген жөн. Түскі тамақ, күшті тамақ деген нақыл сөздің мағынасын ашайық. Сонда түскі асқа негізгі тамақ қабылданады. Құнарлығы жоғары тағамдарды ішкен жөн. Кешкі асқа қарама. Кешкі асқа жеңіл тағамдарды жеу керек. Себебі тамақты ұйықтар алдында қабылдау өте зиянды. Ол ұйқыны қашырады. Ас қорытуды қиындатады. Тамақты тойып ішіп ұйықтамау керек. Кешкі асқа жеңіл тағамдарды жеуіміз керек. Осы тағамдарды берілген нақыл сөздерге қарай топтастырдыңыздар. Жарайсыздар балалар. Түскі тамақ өлеңінің авторы Ертай Ашықбаев, ақын, журналист. 1956 жылы 24 сәуірде Ақтөбе облысы Темір ауданы Бабатай ауылында дүниеге келген. Топтама өлеңдері Темірқанат, Ақ сәуле, бастау ұжымдық жинақтарына енді. Жеке жинақтары Жақсы баға, Ұя, Ашық сабақ, Қаңтардағы құс, Қобыландының қонысы. 1989 жылы Қосмең жыр жинағы үшін Қазақстан Жазушылар одағының Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы сыйлығының лауреаты болды. 3 дүркін халықаралық дарабоз бәйгесінің бірнеше мәрте республикалық жыр мүшәйраларының жүлдегері болған. Түскі тамақ. Тыңдаңызшы, апам айтар ақылды. Түскі тамақ күшті тамақ татымды. Дәмді сорпа тәбетіңді шақырар. Қуырдақ бар қасығыңды батырар. Салат та бар пайдалы нәр бұласа. Палау да бар дәм тәтіп көрінаса. Қалауың не, құс еті ме балық па? Ішіп жеп ал, қуат жина жайраңда. Не сұрайсың, компот бәлде айран ба? Ішіп жеп ал, қуат жина жайраңда. Түскі тамақ, күшті тамақ татымды. Ұмытпаймын мен осы бір ақылды. Берілген тағамдардан пайдалы және зиянды тағамдарды ажыратамыз. Балалар, келесі тапсырма дәптермен жұмыс. Өлеңдегі негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді тауып, дәптерге жазып аламыз. Жеке жұмыс. Өлеңді түсініп оқимыз. Үзіндіде балаға ақыл сөз айтқан кім? Екінші тапсырмамыз. Өлеңде аты аталмайтын сусынның суретін белгіле. Балалар, тапсырмамызды дайын үлгі жауап арқылы тексеріп аламыз. Үйге тапсырма. Өлеңді жаттап аламыз. Сау болыңдар балалар.